Мысалға менікі 100.000 мен миллионның арасында. Айтқандар да болды бетіме. Психолог өзі жынданып кетті. Бір жігіттер кетті, мойнын бұра болды, шыбаған. Уә деп короче қуып кетті. Қалдым да мен бірақ біліп тұрмын удар тиетінін. Бергендер. Аналарды успокойте. 1 миллион ақша жұмсадым. Бүйтіп қарасам, шыққаның баласы ғой. Марс Эндрей Тер Стеган. Тентакион десе. Әшқандай ғой, випкан жігіттердің осы айтайыншы, бір алғыс айтайыншы, рахмет бар ғой. Тимур Айтқожинді қоятын едім. Ал, баршаңызға қайырлы кеш, қайырлы күн, кім қай уақытта қарап отыр. Ойбой той подкастымыздың 4-ші шығарылымы. Біздің арнамызға қош келіп жатсыздар. 3-ші шығарылымда қонағымыз Сага Сарсек. Қаралым 10.000 болса, қыркүйек айына дейін кез келген оқырманның, пікір жазған оқырманның арасынан тойларыңызды тегін өткізіп беремін деген. Сондықтан қыркүйек айына дейін уақыттарыңыз бар. Пікір қалдырыңыздар. 3-ші шығарылымның қыркүйек айына дейін 10.000 қаралым жиналуына атсалысыңыздар. Құттықтап қойыңыздар. Біз стақан алдық. Армысыздар, құрметті біздің подкастымыздың тұрақты көрермендері. Бүгінгі біздің 4-ші шығарылымның қонағы біздің өңірімізге белгілі, республикаға белгілі жас асаба, шоумен Медет Мұхамеджанов. Қош келдіңіз. Қош келдің. Енді ең бірінші сұрағымыз, қош келіп жатсың. Туған жылың, елің, қысқада нұсқа жауап берсең. Ассалаумағалейкум, ойбой той подкастының тұрақты көрермендері. Есім Медет болады. Солтүстік Қазақстан облысы, Шал-Ақын ауданы, Ысқақ Ыбырай, штат Калифорния елінің тумасымын. Беу. Қанша жылдан бері тамада болып жүрсің, және өзіңізді қандай тамадамын, асабамын деп есептейсің? Мен негізі мынау той бизнеске 2016 жылы келдім. Фотограф болып келгем. Негізі нақты асабалықты, тамадалық 2018 жылы бастадым. Бұйырса осы жылы 7 жыл болды, құдай қаласа. 7 жыл. 7 жылдың ішінде біраз тойды көріп жатқан шығарсың. Шүкір. Өзіңді қандай тамадамын деп есептейсің? Өзімді шоумен деп есептеймін өзімді. Тамадалардың қатарын жатқызбайсың, шоумендердің қатарын жатқызасың. Тамада деген жатқызбаймын негізі. Тамада деген жақтырмаймын негізі десе. Жоқ, негізі андай кейбір ойлауы мүмкін. Ой, бір өзіне шоумен көп отыр. Ондай емес. Андай ғой. Тойда барынша шоу жасау әрекет жасаймын негізі. Енді асаба тамада емессің, шоуменсің. Қызық сұрақ, барлығына қызық болуы мүмкін. Бағаң қанша? Бағам шүкір болады. Шүкір болады, бағам айта алмаймын негізі. Андай көп те емес, андай аз да емес қой. Средний баға. Былай айтайық. Кейбірлер айтып жатады ғой енді, 500 мен 800 мың арасында, 200 мен 400 мың арасында деген сияқты. Мысалға менікі 100.000 мен миллионның арасында. Ол 150.000 да болуы мүмкін ғой. Сол сияқты ғой. Менен өтірік айтпай қойын, 250.000 мен 700.000 арасында. Жо 250-700 бар. Енді андай ғой, 700 қай жаққа байланысты. Мысалға оңтүстік жақтарға, мысалы орта Қазақстан жарайды, Петропавлдан барып тұр ғой, возможно бар. А оңтүстік Қазақстанға жол алыс. Алыс жаққа 700.000. Алыс жаққа 700. Негізі Россиядағы солай аламын негізі. 700.000 алған тойың болды ма? 700.000 болған жоқ, бірақ келіспей қойды десең. 600.000 болды. 650.000 ба тұр осы 2025-ке. 650.000 ба 600.000 ба солай тұр. Осы жылға. Қазақстанда ма, бірақ? Жоқ, Россияда. Ресейде. Жаңа бір сөзіңді айтып кеттіңіз, енді әртүрлі болады ғой деп, бірақ 250 мың 700 мың арасында, қандай жағдайда скидка жасайсың, жалпы скидка бар ма? Мен скидка негізі өзім бағамда тұрып аламын негізі. Мен андаймын негізі. Өзімді қатты жақсы көретін адамдар болады. Сол сияқты өзім еңбегімді бағалаймын. Өйткені ол мысалы қазір мен осыны көріп отқандар айтуы мүмкін, ой қалай
жеті жылдың сен 700 мың алды деп, сол 7 жылға дейінгі уақытты есептеу керек қой. Андай палаткадан бастап көтерілген не бағалар ғой. Енді андай ғой. Еңбегім Иә. бар деп тұрсың ғой. Өзімді былайша айтқан кезде қатты бағалаймын. Бірақ енді қатып қалған баға жоқ. Түсірем, бірақ көп емес. Ол да дұрыс бір жағынан. Иә. Ол да дұрыс деп ойлаймын. Палатка деген, палатка көрген тамадасың ғой. Иә, палаткада. Ойбай мен деп бастасам бір 90 жылдарға кетіп қалам ба? Андай ғой, айттым 2016 жылы бастадым деп фотограф болып жүрген кезде біз жалпы мен палаткадан шықпайтын негізі. Көп тойларым мысалға аптада Фотограф болып жүріп па әлде? фотограф болып та шықтым, Тамада ретінде. тамада болып. Мысалға аптада 4 той болатын болса, соның 2 даже 3 той палаткада өтіп жүргендер көп болды негізі. Сол бір жылдары 90-шы. Әдемі. Бір палаткада Менде мынандай қызық оқиға болды мысалға. сұраған жоқпыз. Жаңа палатка дегенге айтып кетейін да. Иә, дұрыс. Палатка деген андай ғой. Менде мынандай қызық оқиға болды. До того той ауылда болды. Ауыл жердің кафесінде болды ғой палаткамыз. Қыстың уақыты дәл білем осындай январь кезі ғой. Есілдің үстімен өтіп сол ауылға барғанбыз. Жигулида еще. Қызық болған сол. Жигулидамыз. Ағайын. Сондай бір қызық болған. Есілдің үстімен өтіп, Есілдің үстімен прям өтіп. Андай болды. көрші ауылда. Еще ол жарайды ғой. Оның алдында не өтті? Бізден жарты сағат бұрын ба 20 минут бұрын К700 өтті да. Сырып өтті. Содан вообще андай болды. Қорқыныш болды. К700 өткеннен кейін тіршіне кетеді ғой. Құдай сақтасын кетіп қалсаң. Вот сондай қорқыныш болды. Бірақ шүкір Алла. Трещина кетеді. Керемет. Мен палаткадан дегеннен кейін бір палатка туралы қызық айтамын десең. Иә. Мұзға кетіп қойған. Бір есімде бар, палатканың тойын басқарамын деп. Биташар жаттаған есімде бар. Домбыраның бит ашқаны бар. Қазір бит ашасың ба или? Жоқ, қазір бит ашпаймын, бірақ дайындалып жүрмін соған. Бит ашуға. Кеше бастадым. Кеше. Нұрпейістің ақшасын жейін деп жүрмін. Үйсің. Домбыра тарта аласың. Домбыра қатты емес, жай шерту ғой менікі. Мен өзім бір керемет домбыра тартамын деп айта алмаймын. Үйдегі ерекше балалардың бірі ғой. Инструментті енді құлағында ойнайды демесең де әйтеуір ойнап қояды, гитарада ойнап қояды. Гитара енді ойнауында әдемі. Келесі сұрақ қойдық. Бұл сұрақты мен өзім ойлап таптым, өзім қойғым келіп, прям осы сені шақырамыз деген күннен бастап. Неге түрің өзінше болып жүреді? Біз енді білеміз ғой, өмірде де өзінше екенін, бірақ неге екенін. Әдемі. Иә деген ғой. Түрің айтқанда шығар. Жоқ, ол көзге солай көрінеді, өзінше болып. Көп айтты. Сол ғой? Иә. Мұлай айтайын. Көп ойлайды сырттан. Өзінше деп. Айтқандар да болды бетіме. Өзімді өзіншемін деп санамаймын. Бірақ тойда мен напряженно жүрім. Соны сырт көзге бір как будто өзінше болып көрінемін негізі. Сол қысқадан неге напряженно жүресің? Маған той идеально өткенін қалаймын. Мысалы маған көп тілек болған қаламайды. Кішкентай балалар жүрген жыным келеді. Енді былай әркімге әртүрлі ғой. Сосын қонақтардың шығып, мысалы үстелде отырып сыртқа шығып кетеді ғой. Сол адамдарды қайта орнына отырғызып тастауға тырысамын. Тычковать етіп, қайта жүре бермес, сыртқа шыққан сайын. Барлығын жаңағы администраторыңыз Әлібек жауап береді. Иә, Әлібек андай ғой, мен мысалға қонақтар тілек айтып жататын болса, Әлібекке барып айтамын, мына жерде адамдар ана жерде апа, екінші дастархан апа тұрып тұр, сол апаны отырғыз деп. Әлібек барады, сол апамен әдемілеп сөйлесіп отырғызады. Ертең видеода да, фотода да әдем болған қалаймын негізі. Халық былайша айтқан кезде барлық вниманиені өзіме ұстауға тырысамын. Андай моменттер болған жоқ қой. Өзім білем, сен неге отыр деп айтып жатсың деп. Жоқ, ондай болған жоқ. Ол естісе де бұл естімейді ғой, Әлібек естиді ондай сөз. Жоқ, соны айтамын, сол Әлібек айтқан жоқ па деген. Жоқ, айтқан жоқ. Андай болады кейбір тыңдамай айтқан кезде, онда уже өзім тиесем барып. Андай отырыңыз деген сияқты әдемілеп. Енді андай ғой, той иесін түсіну керек қой мына жерде. Сосын дәл осыны бізден ретро шоу бар ғой жігіттер. Солар айтқан, ағай сіз неге осы? Ағай дейді ғой шема. Сіз неге тойда напряженно жүресіз деп. Сосын барып, одан кейін Әлібек айтты, иә сен тойда не жүресің андай. Өзінше қатайып жүресің. Қатайып жүресің деген жоқ, жынданып жүресің деді тойда. Сол жынданып жүрген түрімнен халыққа көрінеді. Ол андай ғой. Маған осы сентябрь айында ма, осы былтыр 2024-ті бір психолог адамның тойын басқардым. Сол кісі
айтып берді, мен негізі андай ғой, оған дейін сынды қатты көтере алмайтынмын. Мен андай қабылдаймын, маған айтылған өзіме керек деген сыңдарды қабылдаймын да, керек емес қойшы деп те кетіп қалатынмын кәдімгідей нетіп. Оны, Әлібекке айтқан, ағам біледі ол историяны. Әлібекке айтқан, Әлібек одан кейін ағам айтып грамотно түсіндіргеннен кейін менің, оказывается, содан кейін андай болып жүрмін. Қалай айтайын, түсіндім да қате екенін ол. Мен бұл тойда қатты напряжен, нервіңді кетіру деген. Былай ғой, айтып тастайды. Өзіне ұнамаған нәрсені айтып тастайды да, анау психолог кісі айтқан ғой. Күйіп кетті деген ғой. Менің бір ауыз сөзімі, жаңағы енді той иесі ғой, клиенті ғой бұның. Психология ол. Анау психолог кәдімгідей болған, енді ескерту ретінде айтқан, мына жерде бүйтсең, мынау дұрыс болмай жатыр деген. Бұл соған кішкене қызбалық болды жатқан. Сәл-пәл сөз қайтарған. Содан сәл-пәл емес, свет беттейді. Психолог өзі жынданып кетті. Содан кейін сөйтсе психологты сын көтерген болса, екеуі бір-біріне ұрысып жүрген. содан кейін енді анау психолог қой, той иесінің несі ғой, ақырын қоя қойған. Өйткені өзінің тойы ғой. Мен түсінуім бойынша енді. Содан кейін бірақ администратор жаңа Әлібекке айтқан, Әлібек бұған айтуға қорқады. Әлібек бұған айтқысы келетін сөз маған айтады всегда. Айтып қойсақ бәрін. Сосын мен бұған ақырын жеткізем. Содан кейін бірақ Әлібекті момент таңдайсың ба сен де? жібіп отырған, түрі өзінше болмаған кезде. Бірақ айтып кетейінші. Бірақ сол психолог, жалпы сол клиентім көріп отырса қазір осы подкаст, үлкен алғыс айтамын, рахмет. Неге? Өйткені мен сол сыңнан кейін қазір тойда вообще жынданбайтын болдым. Керісінше андай болып жүретін болдым. Қатты балалар шулатып, қойшы, той ғой, бірдің баласы ғой деген сияқты әңгімелер кетті. Более нормально істейтін болдым. Сонда да көмектесті, көмектесті, жақсы көмектесті кәдімгі. Әдемі ғой. Негізі психологқа барып тұрған дұрыс қой. Сол маған барып тұру керек еді. Шошып кетті ғой. Қояңшы. Келесі сұрақ болсын. Жалпы инстаграмды көреміз. Өте жаңа просмотр дейді ғой, қаралым жинаған, миллион жинаған қаралым бар. Жаңа 100 мыңдап, 500 мыңдап деген сияқты. Солтүстікте тамадалардың арасында алғаш жинаған миллионды алғаш жинаған осы медиатал. Қателесіп айтсам мен жазып жібересіздер пікірге. Сол инстаграмыңды қалай, былайша айтқанда, бай қылып көрсетесің? Мен негізі андай ғой, өмірімде болыватқан қызық дүниелерді салмаймын негізі. Просто чисто тойды салам. Тойға жұмыс ретінде қарайсың да, сол себепте? Ол мен андай ғой, инстаграм, мен өзімді сатамын ғой, былайша айтқан кезде. В хорошем смысле тек. Өзімді сатамын. Бірінші андай ғой, сен өзімді ойламаймын ана жерде. Көріп отқан адамды ойлаймын да. Приятно ғой, мысалы, сықиып киініп алған, шашқа укладка жасалған адамды инстаграмнан көріп тұрған. Сол. А так негізі блогерствоны бұйыртса жазда бастаймын деген мақсат бар. Қанша оқырманыңыз бар инстаграм желісінде? Инстаграмда көп емес, бір 17 мың. Инстаграмда шүкір нормальный көреді. Тикток желісінде? Тиктокта 10 мың. Почти. 11.100. Сала беріп әдемі. Негізі маған інім ғой, кезінде мен үйретіп едім, енді қазір мен үйретіп. Көрінген нәрсені сала бермей аға, мынау историяға сал, мынау не, бай қылып көрсетеді. Мен өзім сөйтуге тырысасың ба сен сонда? 600 мыңға алған клиент менің инстаграмым жүрсе, көрсе мысалға, менің инстаграмда Жигули дамыз ағайын жүрді. Майкамен түскен, андай үтіктелмеген, андай көріп тұрса алмайды ғой, явно дело. Мысалға, біз магазинге барған кезде, әдейі мысалы машина алған кезде де сен ескі салғың, жаңа салғың келеді ғой. Дәл солай, өзіме солай қараймын. Енді әркімдік әртүрлі. Бірақ кейбірлер жаңа айтады ғой, естественный нәрсе деп жатады ғой. Иә. Кейбірінде сондай мысалға. Кейбірін, иә. Қалай бар, солай салатын болады. Не ғой, әр адамның әртүрлі ойы бар. Мысалы, менің өзімнің ойым сондай енді. Инстаграм әдемі. Деген жаңа өзің айтып тұрған сияқты. Маған әрбір салған видеосын айт. Мен мысалға, менде қазір анда көп емес қой, 70 пе 60-тан астам видео тұр ғой, рилстар, фото бар. Оған дейін қаншама менде нелер тұр.
видеолар тұр, прям халыққа өтіп тұрған, бірақ салмаймын да, көп өшіріп тастағандар көп болды. Я просто сторисқа сала салсам болды. А так не етсем, тиктокта мысалға 2 миллион жақсы қарамдар жинайды да, ондайларды салғым келмейді просто. Именно рилс инстаграмға салғым келмейді. Көне инстаграмнан қазір адамдар тамада іздейтін болатын болса, в первую очередь инстаграмға. Сосын менде мындай хитрый тактика бар. Мысалға рилсқа салмай тұрып, бірінші тиктокқа салып аламын. Тиктоктан нормальный қаралым жинап жатса, рилсқа салып жүремін. Сондай. А менде тикток, менде керісінше. Менде инстаграмда әдемі жинаған просмотр, тиктокта жүрмейді. Мысалы үшін. Менде екі жақта да жүрмейді. Сосын менде мынандай ғой, мынандай қызықтар болды. Тиктокқа саламын мысалы видеоларды. Қойшы осы рилста өтпейді, ана салғым келмейді дегендер инстаграмда пабликтарында миллионнан астам қаралым жинап тастаған кезде сәл ішің ашитыны болады енді. Мен андай ғой, примерно бір 2 аптадай көрем. Рилсын примерно 10 мыңнан аспаса, өшіртсем көп видеоларды. Бәсе өйткені біраз салып ататын сияқты осыны азайық толызайық. Иә, сондай. Өшіртсем. Тойда төбелескеніңді білем. Не үшін төбелестің? Былай болды ғой, есімде қатты сақталғаны, қызық, күшті төбелес болды негізі. Плотно, бәрің білесіңдер ғой, білмейтін. Файтинг ойнамай қалатын деңгейде болды ғой. Там фингал алып па. Бетім өзгеріп кетті ғой ше, 360 градусқа. 2019 жыл, енді қай ауыл екенін подробно нақты айтпай ақ қояйын. Айт, бәйтерек деп айт. Береке тойханасы. Неше жігіт болған айтышы. Андай ғой. Аттарын айт. Иә, той басқарып атам. Бастап атқаным енді ол кезде 1 жыл, 2 жылға кетіп атты ғой. Қатты керемет программа жоқ, бірақ десе тырысып жүрдік. Той жақсы өтіп атты. Екінші жаста антракт кезінде, бірінші жаста антракт кезінде жігіттер келіп бүйтіп айтып кетті. Чо, брат, той жақсы өтіп атыр деп айтып кетті де кәдімгідей. Чо, екінші жаста не бола ма? Конкурстар, ойындар бола ма деді. Мен айттым, әрине болады дедім. Қазір қандай конкурс болады? Просто орында отырып, танцуем сидя деген хит. Орында отырып просто билейміз. Все хорошо деп кеткен ғой. Талпа жігіт, 4 жігіт па? Кетті. Екінші жас басталды. Бір кез ана конкурсты ойнатып атырмын. Бір кезде ана жігіттер орындарын атшап шыбаған. Деп бәрі жоқ болып кетті. Мен түсінбеймін, бір айттым, мен былай айттым ғой, сендерге не жоқ деп жай айта салған ғой. Осы сөзді олар қабақтарын түйді, мен қатты мән берген жоқпын, отырды. Бір кезде екінші жаста екіншілік беріп жатқан кезде түсінбей қалдым, сөйлеп отырмын. Бір жігіттер келді, мойнымды бұрап алып, Тойдың ортасында ма? Тойдың ортасында. Басқарып жатқан кезде. Басқарып жатқан, тапырлап кетті, бәрі жақта түсінбей қалдым, немене болды. Ойлағам ғой, братандарым келді ма деп, бірақ бүйтпейді шығар енді братандар. Көзімді ашық болсам, бір здоровый, бір жіңішке жігіт, бір мынандай біреу түсінбей қалған ғой ана жерден. Бәрі келіп, сен немен бізді боқтадың дейді. Түсінбейтін, анау қасы мен таяқ жейсің, боқтап жатыр ғой, былайша айтқан кезде. Түсінбей қалдым, шок болып тұрмын қандай. Немене болғанын түсінбей жатырмын, қай жерде бір допуск жіберіп қойдым деген сияқты. Сол талпа жігіттер жан-жағынан қоршап алып, түсінбеймін, боқтап жатыр, сыртқа шыққан әңгімелер кетіп жатыр да. Сосын түсінбей жатырмын мен ана жерде. Все жақсы жігіттер, қазір отыра тұрыңдар, тойды аяқтап алайын деймін ғой, шығам деп. Бәрі жігіттер отырады орнына. Отырмай сыртқа шығып кетеді. Мен той до конца басқарып, мен андаймын ғой, ол кезде қатты спильшивыймын да. Сол кезде прям пиковый болды менде негізі. Бірдеңе десе сразу ответ қайтару деген сияқты. Все деймін да, примерно бір 40 минутқа созылатын нені тез 10-15 минутта максимально тездетіп тректі бәрі бітіріп тастаймын ғой. Сен де далаға асықтың. Иә, мен далаға ашыптым ғой. Сондағысы бір керемет бір денсаулығым болса жарайды ғой. 4 жігітке қатар тұратындай. Сосын ана жерде как раз ол кезде хит болған ғой. Нұрлан. Білесіңдер, иә, Камзин. Братанымыз. Левша ма? Братанымыз. Сол диджей отырады как раз. Сол соның левшасы құтқарып алды деді. Сондай болды ғой негізі. Сосын тойды аяқтаймын. Сосын тойды аяқтап киім ауыстырып атам да. Хорошо, что қызыл ол кезде костюм шалбар ғой. Хит болды, оны полосатый деген. Соны шешіп атам да, сол жақта құдама звондаймын ғой. Құда, кел мына жақта стрелка отыр деп айтамын ба? Неме деп айтамын ба? Бірдеңе, короче, болып отыр, срочно кел. Срочно кел деймін ғой.
секіріп жатыр дей ма сондай бір не жоқ андай стрелка деп айтамын есіме сондай бір не бар сөйтіп кеште шешініп тастаймын да хорошо костюм шалбарымды шешемін сыртқа шықсам аналар темекі тартып түре берген тамада анау мынау түрме че то мен жігіттер кішкене светтен әрі қарай кеттік та қараңғыда артыма Нұрлан айтып тұр Нұрлан братан бүйтіп айтты қойыңдар жігіттер тасы ұят болады деген сияқты сосын айттым жатырмын жігіттер не болды деп мына жерде бір алдымда бір КМСник бір спортик бір жігіт болды оның алдында тілек айтып жатқан кезде естігенмін мен КМСникпін анау мынау деп тұрған әңгімелерін естіп қалғанмын сол жігіт сол жігіт алдында тұр мына жақта бір здоровый жігіт тұр мына жақта бір шәл бір шасы ұзындау бір жігіт болды біліп тұрмын картинка примерно түсіндірейін бір кезде тұрдық сөйлесіп көп сөйлескен жоқ сізбен неге біз ортаға шыққан кезде сен бізді боқтайсың дейді қалай боқтайсың өзбекше боқтайсың дейді мен брат жынысың ба мен орысша сөйлей алмайтын адаммын қайдағы өзбекше болмайды сен короче бірдеңе сөйлесіп көп сөйлескен жоқпыз бір 30 секунд қой бірақ 30 секунд ана жерде 3 минут сияқты болып тұр да біліп тұрмын ғой бір напряженность бір кезде тұрды басым сылқ етті ғой короче отыра қалдым да кішкене басы енді базар жоқ екен енді артқа бүйтіп қалдым да мен бірақ біліп тұрмын удар тиетінін бірақ менде андай болды да бірінші ол мені берсін зато ертең мен красивый болатын сияқты перде мен отырып қалып енді мына жақтан оңақайымды әкелейін деп жатқан кезде мына жерде тұрған арық тұрған бір жігіт келіп жапсырады ғой мына жерге көзіммен миым бар тың ете қалған ана жерде сөйтсем жай ғана арық екен дейсің ғой бірақ жаңағыдай ғой незданчик ударлар болды ғой сол незданчик деген жаман дейді екен незданчик емес нежданчик шайып жатсың ғой негізі короче ана жерде как раз темекі тартатын мусор бар соған отырып қалдым да кішкене монтаж жоқ болды КМСникті енді бүйтіп тұрып енді бүйтіп ұрайын енді андай ғой қайта ответ берейін деп жынданып тұрмын ана жерде берейін десем бір жігіт түлек атымен құшақтаған тамада я тебя знаю успокойся я тебя знаю бетіме ұстап тұр да мені анар ұрып жатыр мені ойлашы мен мына ұстап тұр ана ұрып жатыр еще бүйтесің ғой болмайды успокойся сосын бір кезде тұрдым да аналарды успокой дейді мен тұрмын ғой мен ұстап ғой ана жерде я и так спокойный деп бір кез Нұрлан ана жерде братан айырып жүр ғой кете сөйтті мен жігіттер айтайын мен бүйтіп айтадым үш балам бар үш баланың әкесі екі баланың әкесімін маған бүйтіп төбелесіп жүрген жарамайды дейді ғой қойыңдар мен ұйықтап тастайды жоқ ана жерге келдім мен кәдімгідей ырсылдап қалдым негізі бар ғой ырсылдап қалдым да машинаға тұрып ана жерге отырдым кішкене отырдым да ес жинап алдым да қайтадан төбелесіп жүріп бір кезде андай ғой мен ана КМСникқа денсаулығым жетпейтінін біліп тұрмын да ана арықты спачечка пергеннен жыным келді да прямо біреумен паразам шығып төбелесіп қалсаң андай ғой мойындайсың ғой жігітше еркекше деген сияқты анау спачечка соны ұстап келдім ана бір періп жатады білмеймін қараңғыда есімде болды қазір сол кезде бір мутно кадрлар әйтеуір бір солақайдан берген бар оңақай ма солақаймен ол да тыңқ деп бүйтіп красиво құламайды ол селтеңдеп қалады да анадан кейін мен дух жинап аламын да бергендер ана жерде еще андай ғой бір көзімді ашып қалса бәрі қарап тұр ғой кино көрген сияқты біреу айырма жігіттері бар ағалары бар еще андай ғой бәрі қыздар да отыр бәрі андай ғой ойласайшы мытин шығарып тастаған қан ағып жатыр мұрнынан төбелесіп иелері екен да төбелесіп оның алдында бір қызық айтайын бүйтіп айтқан бір жігіттер ағалар келді бір 40-тың шамасында тамада уайымдама біреу бірдеңе деп жатырмын той жақсы өтіп жатыр мен сен үшін тұрып беремін дегенді адамды бір қарасам ананың аралы темекі тартып тұрып беремін деп тұрып тұр ғой қарап тұр ғой андай бір түрлі болды андай төбелесіп анадан кейін кішкене не жинап алдым андай кішкене бүйтіп дух жинап алдым да бірақ сонда да андай ғой КМСникті ұрамын ғой бүйтіп кәдімгі төбелесіп отыр ғой қашып бір төбелесіп бір кезде ана құламайды ғой кәдімгідей құламайды КМСник екен мықты да ана жігіт базар жоқ сол жігіт кіргізе алдым сол құламайды төбелесіп отыр ғой бір кезде сөйлесіп тұрмын уже кішкене успокоиться етілді андай жерде былай айтып жатқан кадр көп сияқты бірақ 2-3 минут қой 2-3 минут бірақ андай ғой тез өтіп кетті андай немен сосын бір кезде тұрды да сөйлесіп тұрып короче сөйлесіп тұрып алда бір 4 ма даже 5 жігіт болды негізі мына жерде біз Нұрлан екеуміз ғана тұрмыз бір кезде себе я тебе сейчас сделаю анау мынау деп орысша боқтап жатыр да орысша қазақша бір кезде анау тұрған жігіт короче Нұрлан братанды КМСник па бір сол жігіт білем тіпті Нұрлан братанды переді ғой Нұрлан бүйтеді ғой сол анау красиво анау ғой телевизордан көріп жүрген нокдаундар басқа ғой живой көрген
тұрды да солқ ете қалды ғой ана есі жинап ана Нұрлан мен сендерге айттым ғой жыныма тимен де деп жүрген ана жерде отыр кәдімгі кетіп отыр да сосын бір кезде жоны оған қарасам уже 30 секунд еді ғой. бір кезде құдалам келді ғой құдам бага братан бар сол кезде вообще андай ғой випкан жігіттерін осы айтайыншы бір алғыс айтайыншы рахмет бар ғой негізі братандарым ана басқа жақта тойларда көкеміз районда тойларда ғой тұратын ешкім болған жоқ қалғаны қатты білмеймін құдам жақынбыз тұрып бергендеріне рахмет. Иә сосын дальше жалғастырайын андай ғой кет төбелес құлады бір кезде аналар уже достар айдап келді аналарды короче білмеймін біреу көріп қалды білем иә біреулер көріп қалды білем иә тәтелер ме біреулер бір тәте келді сол тәтеге рахмет айтамын тоже сендер немене істеп жатсыңдар бәрің толпа болып тамадаларға жабысып олай болмайды ғой деп әңгіме айтып отыр бір кезде ана тұрды да неме деді енеден бастадың шешеден бастадың шешең деді ма бірдеңе боғау сөз айтты короче ананың баласы келді ма короче перді білем қатты құлатқан жоқ бірақ перді да ана қара джиптің есігін ашты да бүйтіп анау нелерді алады ғой бірдеңе көтеріп атты функ кетіп сала салды ғой дүңк кетіп жабылды ешті жоқ да кетіңдер деді функ кетіп қалды ана жерде қарасам уже сендер келіп жатыр кезде мен ол кезде машина жоқ досым жаңағы балғат деген дос болған ба соған сондай қайдасың осындай короче осындай нәрсе болып жатыр кел ол бір 5 минутта ма айдап кетіп машинасына отырамыз екеуміз баспа жолда жаңағы випка деп жатыр ғой Мейрамбек деген жігіт бар кум соған звондаймын Әділхан ағзам екеуі ол тойға шығып жатыр жаңағы фильм жасайды қайдасыңдар осындай біз осында кетіп бара жатырмық бәйтерекке келе ғой осында балғат екеуміз тоқтаймыз машинаның есігін ашып жатқан кезде уже примерно түсініп тұрмын бітіп жатыр бәрі бітіп жатыр түсініп тұрмын біздер машинадан түсіп жатқанда жаңағы бір тәте ана балалар бүйтіп жүр екен бар кетіңдер деп аналарға айтып отыр кетіңдер мыналар келіп жатыр бірдеңе деді да машина ішіне тығып та короче олар кетеді мен түсініп тұрмын солар екенін сездім да бірақ ештеңе білмегеннен барып бармайсың бірден ішіне кірсек ол кезде жоқ түрің ондай болмады ішіне уже болған ау деймін ішіне кірсек бәрі не қылған бес жуылған кішкене көзіме бір мұрныма көз сондай бір келесі күні іскен ғой қызарып тұр келесі күнде қызарып не қылып тұр сосын жаңағы Нұрлан деп отыр Нұрлан жүр ішінде сол ақ не қылып алған кәдімгі бүйтіп боецтер сияқты бүйтіп алған одан кейін жаңағы Мейрамбек пен кім Әділхан келді сонымен аналар бәрі кетіп қалған қашып кеткен ғой кітап оқитыныңды білем қандай кітаптар оқисың сосын неге орысша кітап оқисың соны айтшы қазақша түсінбеймін ғой десең ну это деп как сказать деп усилок деші усилок леопард деші бір күні ауылға кетіп бара жатырмыз ғой мен осы арендадан алған кезім бұл әлі машина алмаған кетіп бара жатады аға машина алу керек мен айтамын жаңадай алып сразу қайтесің сөйтіп әңгіме соғып көресің аға осы мынау леопардтар қанша тұрады мен айтамын леопард несі міне кетіп бара жатыр ғой алдымызда мынау леопардтар қанша тұрады деймін альфард па сонда сөйтсем альфард кетіп бара жатыр алдымызда машина маркасын айырмайсың ғой леопард бірақ білмеймін усилок неге усилок бір тойға барып еркелетіп так жақсы кітап оқитыныңды білем неге орысша кітап оқисың орысша деген кезде мен прямо қатты орысша оқымаймын просто бір кітабым бар қайта оқи беремін жоқ ол кітап негізі думай и богатей деген не ғой қалай думай и богатей ма дұрыс қой думай и богатей иә ойлан сосын бай бол деген ғой қазақшасы не авторы Наполеон бестселлер ғой негізі қалай оқысаң қанша рет оқисың сонша рет басқаша түсінесің ғой негізі бизнес бастайын деп жүрген немесе бизнесте жүрген жігіттер болатын болса осы кітапты оқыңыздар ұсыныс беремін прям күшті кітап неше рет оқыдың неше рет 4 рет оқыдым сосын андай болды бір рет көп андай болды жартысына келіп қайтадан басынан бастап оқыдым жартысына келіп қайтадан басынан бастап оқыдым мен андай ғой бір орысшаны бір рет оқығанда қайта түсінбейсің ғой андай қайтадан оқисың иә жартысын гуглға саламын десең аударып усилок деп жүрген жігіт сол болды енді қысқа нұсқа дегендер биыл немен таңғалдырасың бұйырса 2025-ке жақсы шоу программа дайындалдым сол шоу программаға өтірік айтпай ақ қояйын 1 миллион ақша жұмсадым бұйырса мен оны салмай жүрмін бәріне брус алдым оны салмай жүрмін бұйырса өйткені андай ғой ұрлап кетеді жоқ қандай шоу
арасында енді бірақ нәрсе емес шығар, осындаймен деген сияқты. ол Бірнеше ғой, миллион салғасын бір нәрсе. андай ғой, бір Жаңа мындай сұрақ болсын. Строительный материал сататын дүкенде жүрдің ғой. Не үшін? Иә? Жақсы. реквизит брус алдым ғой. Менде негізі мен машинамда аппараттан қарағанда реквизиттер көп менде. Үйде қаншама шатыр қолданбаған. Анда барған кезде брус алдым мен. Кәдімгі обычный брустар болу. 1,5 метр брус алдық. Астанаға барып, Астанада бір жаңа шоу көрсеттік. Сол. Айта алмаймын, бірақ бірісі кішкене бір құпия болып қалсын. Қазір Инстаграмда дайын тұрған видеолар да тұр, бірақ салмай жүрмін. Ұрлай ма? Иә. Анда фокусты бір жаңаша басқашалап әкеледі. Көп фокусик болып кетті ғой, негізі. Сондай. Так өзімнің стилім шоуға көп жұмыс жасаймын. Бірақ өткенде Сага Сарсек 3-ші неде келді ғой. Сол айтып қалды. Шоу күтсеңіз, шоуды қалсаңыздар, мейет шалдыңыздар. Негізіне шоудан бөлек біз нормальный тамададан негізі импровизация жағы мықты. Алдағы 5 жылда өзіңді қалай көресің, қалай елестетесің? Алдағы 5 жылда өзім Қазақстан емес, жалпы СНГ-ның топ ведущий болам деген үміттемін. Сосын Амин. Андай ғой, мен бір сфера ғана қадалып қалмаймын. Басқа да бизнестер жасап жатырмын. Солармен бұйырса болашақта көресіздер ғой, Алла қаласа. Неден қорқасың? Мысалы үшін мен каждый выпуск айтамын, мен тышқаннан қорқамын. Білмеймін неге екенін, бірақ білесің ғой енді. Келесі выпускта қорықпайын деп тұратын сияқты. Бәрібір неден қорқасың? Мен де тышқаннан қорқамын, сол қатты. Менде бір мынандай жағдай болды. Семейный екен. Менде мынандай жағдай болды. Ауылда андай ғой, аптасына бір рет бір жақсы қораң уборка жасайсың ғой, қораға полный сыпырып жинап жатқан кезде, полный жинап қойып, бір кезде жемнің несі болды, жәшігі. Оның үстінде не тұрды? Крем тұрды. Крем кәдімгі. Крем деп ғой, крем тұрды. Бәрін сасып тез жинап жатырмын, бір кезде крем тұрды. Кремді бүйтіп алдым да, дымды қойды, ештеңе жоқ. Арқама алдым да, короче. Жүріп бір 2 қадам жасадым, бір кезде деген дыбыс шықты да, мойныма қарай бірден кетіп баратыр. Ай деймін ғой, что-то ойладым, бірден шөп па бірден келіп кеттім. Қолымды бүйтіп алып, бүйтіп қарасам, тышқанның баласы ғой. Ойба. Кеше жұмсақ қой, сүйегі жоқ па бірден екен оларда. Анау сәбидің көтені сияқты. Сондай болып тұр, бірден шошып тұр, ва деп синағы жіберіп қашқансың ғой тышқаннан. Үйге ва деп көк шараны алып, қолыма фери-мери қойып, қолымды жуып сөйткен жағдайым бар. Қазір бірақ андай фобия деп отырсың, фобия ма негізі қорқамын? Иә, фобия дейді. Қазір неден қорқамын? Лифтқа кірген кезде. Үстір видео. Лифтті мен енді бір кіріп, мысалы лифт қой мына, лифтқа бір аяғым былай кірген кезде лифт түсіп кететін сияқты. Видеолар көп көргенмін негізі. Содан лифтқа резко кіремін 2x-пен тездетіп. Сондай болған. Сразу 2 аяқпен ба? Резко кіресің ғой. Сондай болған. Ё-мой, мен қолымда тышқан ұстап тұрсам вообще прикинь. Сосын менде ғой. Ондай жағдай болмаған болса да, бұйыртса болады. Алла сақтасын. Келесі сұрақ болсын. Топ 3 тамада. Осы өзіміздің өңірде, солтүстік Қазақстан. Петропавл солтүстіктегі. Құдам жақсы көретін несі бар. Топ 3 тамада, бірақ 3-шіден бастайық дейтін бар. Иә. Содан дұрыс қой сол. Иә, топ 3 деп жатсыңдар ғой. Топ 3-ші, 3-тен бір түрлі негізі. Иә. Азат Абдрахмановты қоятын. 3-ші орынға. 3-ші орынға. Азат Абдрахманов неге? Өйткені маған оның жалпы той жүргізген көрген жоқпын. Бірақ өзім мынау сөйлеу дикциясы, жалпы өз стилі жақсы да негізі. Байларға солай өтеді негізі. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены деген сөздер ғой. Ассалам. Еще ұнайды негізі өзім. Топ 2-ші тамада, Қызылжар қаламызда Тимур Айтқожин братанды қояды. Мықты, кәдімгідей. Жақсы. Жаңа жол ғой. Иә, жаңа жол. Жақсы кәдімгідей тойға дайындалады. Енді ол кісі ведущийлік та бар, орысша қазақша жақсы сөйлейді. Шоу десең, шоу да бар, программалар менять етеді маған сонысын ұнайды кәдімгідей былай жүргізген. 1-ші орынға өзімнің туған братанымды қоятын. Мәселе де туғаным болғасын емес. Жол көрсет, жан көрсет деген сияқты. Иә. Одан да бөлек мен негізі братанымның импровизациясы қай жерге дейін жететін білем негізі. Андай ғой, иә. Мен айттым ғой, 2016 жылы, 2015-тер фотограф енді бастап жүрген кезде, братаныма сол кезде просто Инстаграм болмады бар ғой.
ютубқа да дұрыс салмады, ошибкалар көп болды, братан. Импровизация деген кәдімгідей, мысалы күнде көріп жүрік қой ағамды, бірақ анау той өткізген көрген кезде мен басқа адам болады да, кәдімгідей энергияң беріліп, кәдімгі өзің өткізгені, импровизация тұрып, деп, немене керек, бәрі бар ғой, шаш десең шашы бар. Андай ғой, дәл сол программа болса да, бірақ импровизациясы. Иә, андай программа болса, андай менять етмейді. Сол ауыстырмайды дейсің ғой. жоқ, Программа сол, бірақ иә. импровизация деген Иә, көп иә. нәрсе шешеді ғой. Көп дүниені шешеді. Особенно андай ғой, маған орыстарға келіп сөйлегені вообще жақсы кететін. Еще ол андай ТикТокта, Инстаграмда да жақсы қаралымдар жинайды. Сол андай ойлап қалмаңыздар, өзінің ағасы болсын пихать етіп жатыр. Қазір не, братанның қазір программасы көп менять етіліп жатыр. Соған братан қазір кәдімгі жұмыс жасап жатыр. Прическасын өзі айтып отыр ғой. Соған ризам. Осы кінәлі. Аның арасынан бір сөз таңдайсың. Аның ішінде сөз жасырылған. Ағылшынша. Сол сөзді аласында және қалай оқылады жаңағы, оқисың. Дұрыс оқып беру керек. Дұрыс оқып беру керек негізі. Болды. Бастай берейін ба? Иә. Кез келген таңда. Скүрт сияқты. Марс Эндрей Тир Стейган. Енді ағылшын мұғалім, мен кешірім сұраймын. Негізі Андрей деп оқиын деп жатқан мен. Андрей деп. Кеттік па? Жалғастыра берейін ба? Иә. Келесісі. Бисмилля. Так. Watch қалай watch скзени. Жоқ, сол тұрын. One, two. Тупак па? Тупак, иә? Тентакион десің. Жо негізі былай ғой, не қалай еді мына? Икстентакион бе? Не бар ғой? Икстентакион бе? Яно. Әнші ғой негізі, әншінің аты емес. Джакоб. Блас. Сігізгоуши. Блас сігізгоуши. Джакоб Блэкс сігізгоуши. Жақсы көңіл күй сыйлағаныңа рахмет. Рахмет. Көп рахмет уақытыңды бөліп келген үшін. Енді біздің арнаға, біздің YouTube жобамызға өзіңнің алғысың, тілегің болса. Иә, ойбой той подкаст жалпы осы ұжым, сендерге рахмет. Оның артында, камераның артында жүрген жігіттерге рахмет. Фархат братанға. Сол бұйырса Қызылжар емес, осы подкастқа Қайрат Нұртас келсін. Баршаларыңа рахмет, көріңдер, андай ғой. Осы именно көріп атқан адам. Именно ма? Өте северіңдер. Именно Қызылжардан болсаң, көріп атқан адам. Міндетті түрде лайк басу керек. Астына обязательно жоқ дегенде 5-6 комментарий жазып жүру керек қой. Қызылжар, жалпы Петропавл демей қойшы, Қызылжарды көтеретін біз өзіміз. Өзіміз көтермесек ешкім көтермейді. Сол. Атак андай ғой, Петропавл, Қызылжар, Петропавл орыс дейді ғой. Сол стереотипті алып атсыңдар негізі. Ризамын. Сосын андай ғой, тамадалардың көбі көреді. Бәрі көреді почти. Бәрі көреді, бірақ көре алмайды. Иә, көре алмайтындар да бар. Отырып, мына тиісіп, ана тиісіп. Зачем мынау сихайзер тұр, анау тұр, мынау тұр демей, наоборот, қатты жаның ашып баратсың ба, вложение жаса. Иә, вложение жаса. Атак күшті, риза болдым. Рахмет, сендерге рахмет, шақырғандарыңа елеп жебеп сол. Құрметті әріптестер, әсіресе асаба жігіттер, көріп отырсаңыздар, хотя бы былай мынандай смайлик немесе мындай смайлик, бұл қиын емес деп ойлаймын. Яғни пікірге жазып кетіңдер. Қолдау керек бір. Осыған дейінгі шығарылымдарда келген қонақтарымыз жаңа өз пікір жазған көрермендердің арасында бір ұтыс ойнатқан болатын. Енді өзің не ойнатасың? Гамаш десең. Жақсы. Ал енді құрметті көрермендер, осы ойбой той подкастының жалпы ютубқа шығады ғой бұйырса.
сол кезде каналдың астына ең көп комментарий жазған адамға, комментарий деген мынандай болу керек, натуральный комментарий болу керек, былайша айтқан кезде смайлик от мод керек емес, кәдімгідей қанағаттандырылмағандықтарыңыздардан деген сияқты тексттер керек әртүрлі. Ең көп текст жазған, то есть комментарий жазған адамға өзімнің атымнан 5000 теңге, 50 000 сияқты айтайын. Әдемі. Құрметті достар, келесі шығарылымда жеңімпазды анықтайтын боламыз. Медет Мұхамеджановтың атынан 5000 теңге сыйлық болады. Если среда телефон алмай. Мен айтамын, әзілет. Әдемі. Қолдайық. Әдемі пікір қалдыруға ұмытпаңыздар, бізді қолдаңыздар. Жалпы тұрақты көрермендерімізге рахмет. Келіп жатқан көрермендер бізбен бірге болыңыздар және мұқият тыңдаңыздар. Мұқият. Ертең мен от жіберген, мен андай смайльный жібергенде реніш болмасын. Рахмет баршаңызға. 5000-ға ешкім қарғамайды. 5000-ға ешкім қарғамайды шығар. Жоқ, қарғамайды. Ол неге қарғайды? Жоқ, алмай қалдым деп. Жоқ. Баршаларыңызға көп рахмет. Тәттірей. Болған жоқ па? Баршаларыңызға көп рахмет. Келесі шығарылымда кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Рахмет. Піштен кеп тұрайын. Бос жерін саламыз, мынау кетеді. Патолог болайын деп та. Рахмет.